Кәсіпорындар қуаттарын арттырып, сыртқы нарықтарды бағындыруда. Алматы облысының Іле ауданына қарасты Чапай ауылында орналасқан құс фабрикасы өз өнімінің 50%-на дейін шетелдерге экспорттап отыр. Қалғаны ішкі нарыққа бағытталады. 2007 жылы құрылған фабрика жыл сайын 220 миллион дана жұмыртқа шығарады. Кәсіпорын италиялық технология бойынша жұмыс істейді. Өндірілген өнім Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан мен Ауғанстан мемлекеттеріне экспортталады. Батыс мемлекеттерінің стандарттарына сай жұмыс істейміз. Соған байланысты біз өзіміздің көлеміміздің 20%-нан 50%-на дейін экспортқа қазір шығаруға дайынбыз және де шығарып жатырмыз. Бұл енді өзінің маусымдық кезеңдері болып тұрады. Ауған мемлекетіне 53 миллион дана жұмыртқадан шығардық, экспорт жібердік. Сонымен қатар кәсіпорын жылына 15 мың тонна құс етін өндіреді. Осы бағытта да экспорттық нарықтарды бағындыру көзделген. Фабрикадағы барлық технологиялық үдерістер компьютердің көмегімен қадағаланады. Сондай-ақ мұнда өсімдік майын шығаратын зауыт пен тауық соятын цехта жұмыс істейді.